Гонконг полициясының психология қолдау бөлімінің кеңес беру бөлмесінде психологтың қарсы алдында ауыр қылмыстар бөліміне қарасты Джеки отыр. Бірнеше күн бұрын ол көшеде болған тонау оқиғасына тап болып, қылмыскермен атысқа түсіп, оны атып өлтірген еді. Адамды алғаш рет өлтірудің психологиялық қысымы Джекиді абдыратып тастады. Психолог оған бірнеше күн демалуға кеңес берді, бірақ Джеки мұны қажетсіз деп санайды. Бір-екі ауыр сөз айтып, орнынан тұрып кетіп қалады. Осы кезде сәл салтанатты кеңсе ғимаратында 5 ер адам басшысы мен топ мүшелері анттасып, бауырластық құру үшін жиналған еді. Олар серттесіп, рекорд жаңартатын қылмыс жасауға дайындалып жатты. Бұл жоспардың басты ұйымдастырушысы полицияның ауыр қылмыстар бөлімінен Кент болатын. Осы уақытта бір ауқатты кәсіпкер полиция бөліміне арыздана келді. Оны бірнеше жыл бұрын ұрлап кеткен екен. Ал жақында өзін біреулер жиі аңдып жүргенін байқаған. Ол қайтадан ұрлап кетпек деп күдіктеніп, өзі мен отбасы үшін полиция қорғауын сұрайды. Полиция комиссары келесі күні кәсіпкерге жеке күзет ретінде Джекиді тағайындайды. Жалақылары төленбеген жұмысшылардың үлкен тобы сарандығымен аты шыққан осы кәсіпкердің құрылыс алаңына басып кірді. Ол бұған дейін де жалақы төлемеу үшін түрлі айлаға барған еді. Джеки ұрлау мен аңду жайы кәсіпкердің шамадан тыс күмәншілдігінің нәтижесі жай деп ойлайды. Өйткені оны алдында да басқа істер бар болатын. Кешке қарай кәсіпкер әйелімен үйіне қайтып бара жатқанда, олар тағы да күдікті көліктердің соңдарынан еріп келе жатқанын байқайды. Олар бірден Джекиге хабарласып, келуін сұрайды. Телефонды қоя бергенде екі көлік екі жағынан қоршап, темір іргектермен машиналарын тоқтатты. Ұрлаушылар көлікке кіріп, кәсіпкер мен әйелін күшпен алып кетті. Сол сәтте Джеки келіп, ұрлаушыларды қуа жөнелді. Кенет алыстан бәрін бақылап, телефон арқылы операцияны басқарып отырды. Джекидің соңдарынан ергенін білген ол ұрлаушыларға Джекидің көлігін аударып тастауды бұйырады. Көлігі жарамсыз күйге түскен соң Джеки бөлімшеден көмек шақыруға мәжбүр болды. Алайда ұрлаушылар көзден таса болған соң оларды қайда табуға қиын соғады. Джеки бар күшін салып, аударылған көлігін қайта тіктеп, қайта мінді. Ол еңіске қарай газды барынша басып, қуғынды жалғастырады. Көмекке келген екі патрульдық полиция қызметкерінің бірінің көлігіне ұрлаушылар әдейі соғылады. Екінші офицерге де қауіп төнгенде, Джеки өз көлігін соққыны тосуға қойып, оның өмірін сақтап қалады. Ал ұрлаушылар аласапыранды пайдаланып қашып кетті. Жараланған офицер қатты қансырап жатқандықтан, Джеки оны мотоциклмен жақын маңдағы ауруханаға жеткізуге асығады. Басқа офицерлер жолды тазартуға көмектесіп, олар түн жамылып жедел жәрдем бөліміне дер кезінде жетеді. Осы уақытта оқшау пирсте ұрлаушылар кәсіпкерді балық аулау кемесіне алып барды. Әйелі жүрек талмасына ұшырап, есінен танып қалған еді. Кепілдікті сәтті алу үшін Кент абыр-сабыр болып, қолдан келген алғашқы көмек көрсетіп, оны есін жиғызды. Келесі күні ауыр қылмыстар бөлімі шұғыл жиналыс өткізді. Кеше түстен кейін кәсіпкер ұрланып, ұрлаушылар 60 миллион ақш долларды көлемінде талап еткен екен. Олар кәсіпкердің әйеліне қоңырау шалып, келесі күні таңертең банктен 60 миллион долларды қолма-қол алуды бұйырады. Джеки алдын ала банк маңына бақылау орнатып, тұзақ құрған болатын. Алайда келесі күні кәсіпкердің әйелі банкке бара жатқанда, ұрлаушылар қайта хабарласып, басқа банкке баруын талап етеді. Бұл ауыр қылмыстар бөлімін тосынан қалдырды. Джеки әріптестерімен бірге жаяу банкке қарай асығады. Банкке жетер-жетпесте үшінші қоңырау түседі. 60 миллион долларды кассирлік чектерге айналдыруды бұйырды. Полиция қоңыраулардың барлығы Тайваннан жасалған анықтайды. Бұл күдіктілерді табуды айтарлықтай қиындатты. Чектер алынған соң ұрлаушылар 4-ші рет хабарласып, барлық чектерді Тайвандағы белгілі бір есепшоттарға аударуды талап етеді. Полиция комиссары Тайван билігімен байланысқа шығып, бірақ олар бастапқыда бұл іс Тайвандікі болмаған айтып, тергеуден бас тартады. Тек Гонконг полициясы бұл қаражат халықаралық террористік әрекеттермен байланысты болуы мүмкін деген соң ғана Тайван билігі ынтымақтастыққа келіседі. Джеки төлемді шекара асыра бақылау тез нәтиже бермейтінін түсінеді.
Ол банкке жүгіріп кіріп, кәсіпкердің әйелінен аударымды тоқтатуды өтінеді. Өйткені ақша толық жіберілсе, тұтқындарды міндетті түрде өлтіреді деп ойлайды. Әйел ұзақ ойланған соң аударымды тоқтатуға келісті. Бірақ $30 миллион аударылып кеткен еді. Тайвань билігі есепшот иелерін тез анықтайды. Алайда Гонконг пен Тайвань арасында экстрадиция келісімі болмағандықтан, олар тек Тайваньға қызметкерлер жіберіп, ақпарат жинай алатын еді. Бұл тапсырма Джеки мен Кентке жүктелді. Тайваньға қонған соң оларды жергілікті полиция сыпайы қарсы алады. Бірақ Гонконг полициясының тергеуге араласуына аса құлықты болмады. Радио арқылы ұрлаушылар жөнінде дерек түскен сәтте, тайвандық полиция оларды қонақ үйге апарып тастап, өздері оқиға орнына асығып кетеді. Тайвань полициясы кеткен соң Джеки мен Кент такси ұстап, өз беттерінше тергеуге шығады. Бір жерде ақша санау машиналарына доллар купюралары тоқтаусыз салынып, үстел үсті ақшаға толып жатқан еді. Антасқан 5 бауырдың бірі Тайванда ақшаны қабылдауға жауапты болған. Дәл сол сәтте тайвандық полиция қосалқы адамдардың көмегімен ішке басып кірді. Алайда күдікті жан ұшыра қашып үлгерді. Джеки мен Кент дәл уақытында жетіп, еш ойланбастан оны қуа жөнеледі. Қауіпті сезген Кент көпірдің арқалығында жеткенде, Джеки мен әдейі арпалысқа кетеді. Мүмкіндікті пайдаланған Кент соққы жасап үлгереді. Джеки тепе-теңдігін қалпына келтіріп, Кент пен күдіктінің өзара сөзге кепіл тұрған көріп, Кент жақындайды. Сол сәтте Кент күдіктіні итеріп жіберіп, арқалықтан құлатып, қашамын деп тайып кетті деп өтірік айтады. Көп ұзамай Тайвань полициясы Джеки мен Кентті тоқтатады. Өйткені олардың Тайвань аумағында әрекет етуге құзыреті жоқ еді. Ақыры Гонконг полиция комиссарының араласуымен тайвандық билік оларды босатуға келісті. Өткен оқиғаларды саралай келе Джеки мен Кенттің адам ұрлау ісіне қатысты болуы мүмкін деген күдіктене бастады. Гонконгке оралған соң ол Кенттің қызметтік жазбаларын тексеріп, пейджер станциясына барып, оның хабарламаларын алмақ болды. Алайда станция менеджері Кентпен байланыста болып, хабарламаларды жасырып өшіріп тастайды. Соған қарамастан Джеки кейбір мазмұнын көріп үлгерді. Олар бір-біріне қатысы жоқ тіркестер сияқты көрінді. Бірақ ол қазбалауын жалғастырады. Көп ұзамай ол Кенттің жиі бір түнгі клубқа баратынын, онда бір хостел жұмыс істейтінін анықтайды. Бұл әйел Кенттен пара алып жүрген, бірақ Джеки одан пайдалы ақпарат ала алмайды. Кейін Джекиге бір ақпарат беруші төменгі деңгейдегі қылмыскердің ұрлау оқиғасына дейінгі жұмыстан кенет кеткенін және қазір қаладан қашуға дайындалып жатқан хабарлайды. Ұшаққа мінер сәтте Джеки тобына ертіп барып, оны ұстап, бөлімшеге алып келді. Әдетте тәкаппар мінезді қылмыскер қамауда да қырсықтық танытты. Оның ұрлау ісіне қатысты бар екені анық еді. Сол кезде Кент келіп, тергеп жатқандай болып, қылмыскерді әдейі жарақаттайды. Бірақ полиция комиссары келіп, ұрлаушылардың жуырда жүк кемесін жалға алғаны туралы барлау мәліметі түскенін айтты. Демек, кәсіпкер сол кемеде болуы мүмкін. Ол Джеки мен Кентке дереу ашық теңіздегі кемені тексеруді бұйырады. Көптеген Гонконг полициясы кемеге мініп, мұқият тінту жүргізді. Джеки көптеген түскі ас қораптарын, газеттерді және жыртылған қағаз қиындыларын байқап, қалтасына салып алады. Кейін Кент жүк қоймасына кіріп, кеменің қабырғасына Кент кәсіпкерді ұрлады деп жазылған сөздерді көрді. Ол абыржып жазуды өшірмек болады. Бірақ оны Джеки әдейі жазған түсінді. Джеки Кентті бетпе-бет айыптайды. Кент бәрін ақша үшін жасалған мойындап, тіпті Джекиге пара ұсынады. Әңгіме барысында Кент суға құлай жаздайды. Джеки оны тартып шығарды. Бірақ өзі тайып кетіп құлайды. Кент Джекиді жоюға тырысқанымен ол аман қалды. Кейін Кент Джекидің қаруын алып, өзін атып, кінәні Джекиге жабуға әрекет етеді. Джеки жүк қоймасының түбіне қарап, авариялық шығу есігін ашып, сыртқа шығып үлгереді. Басқа офицерлер оны құтқарып алды. Бұдан кейін Кент Гонконгке оралып, кәсіпкердің әйеліне барып, кәсіпкердің дауыс жазбасын тыңдатып, төлемді талап етеді. Әйелі банктен қалған 30 миллион ақш долларын аударып, төлемді толық жасайды. Осыдан кейін Кент мүлде із-түссіз жоғалады. Джеки кемеден тапқан қағаз қиындыларды зерттей бастайды. Ол көптеген шағын дүкендердің түбіртектерін тауып, ұрлаушылар сол маңында жасыруы мүмкін деп болжайды. Бұл үлкен серпіліс сияқты көрінді. Түні бойы бір дүкеннің қарсы бетінде жасырынып отырды. Бірақ таң атқанда ештеңе байқалмайды. Таңғы ас сатып алып тұрған кезде ол бірнеше сөзді естіп қалып, көрші таңғы асхананың пейджер
Хабарламаларында аталған орын екенін түсінеді. Ұрлаушылардың жасырынған жері үстіңгі қабатта екен. Қайтып келе жатқан ұрлаушы Джекиді байқап қояды. Джеки полицияға хабар бермек болғанда қылмыскер оған шабуыл жасайды. Екеуінің арасында төбелес басталады. Қылмыскер Джекиге тең келмеді. Бірақ сол сәтте Кент сыбайластарымен келіп, бей-берекет оқ жаудырады. Бір оқ газ багына тиіп, жарылыс болып, жақын маңдағы газ құбырларын тұтатады. Көп ұзамай ғимаратты жалын шарпыды. Джеки Кентті ұстап алғанымен, оны алып кетпек болғанда, баланың жылаған дауысын естиді. Бір бала жанып жатқан ғимарат ішінде қалып қойған еді. Джеки Кентті босатып, баланы құтқаруға жүгіреді. Баланы аман алып шыққан соң, Кент осы сәтті пайдаланып қашып кетеді. Джеки баланы көтеріп келе жатып, қирандылар астында қысылып қалған Кентті көреді. Баланы қауіпсіз жерге қойып, оны құтқаруға тырысады. Бірақ бірнеше 100 фунттық үйінділерді жалғыз өзі көтере алмайды. Қашып құтыла алмайтын түсінген Кент өлім алдында соңғы сөздерін айтып, Джеки мен баланың бірге қаза табуын қаламайтынын білдірді. Ол Джекиге кетуді өтініп, бір мекенжай берді. Өрт күшейіп бара жатқанда Джеки амалсыз Кентті сол жерде қалдырып, баланы алып шығып құтқарады. Келесі кеште кәсіпкер әйелімен қайта қауышады. Өмір мен өлім арасындағы бұл сынақтан кейін олар Гонконгтен кетіп, көзге түспей тыныш өмір сүруге шешім қабылдайды.